Енемнің әкелген майларын холодильникке салмап едім, сол үшін енем маған ұрысып, үйден қуып шықты. Көңіл күйім түсіп, тез-тез үйден шығып кеттім. Әуезов көшесінде орналасқан Зау-Зау кондитерлік дүкеніне келіп қалдым. Торттарға выбор өте көп екен. Егер де дәл осындай үлкен бір торт алсаңыздар, өзіңіз қалаған кез келген бір кусок тортты сыйлыққа береді. Егер үйіңізде адам саны аз болып, бір тортты үлкен дейтін болсаңыздар, осындай жарты торттарды алсаңыздар болады. Одан бөлек кешкі сағат 6-дан кейін осы жердегі выпечкаларға 20% скидка бар. Егер де жақындарыңызбен дәл осы жерге келетін болсаңыздар, кофе мен шай алып, тәттілердің дәмін татуға болады. Қорықпай келе берсеңіздер болады, себебі халал сертификатталған. Менің тапсырысымды осылай әдемілеп салып берді. Упаковкасының өзі қандай керемет, я достар. Мен бірден екі торттың дәмін көргім келді, сол себептен осындай жарты торттан алдым. Мына блини торттың иісі керемет екен. Бұл тәттілермен шай ішпесе болмайды ғой деп, шайымды қойып, тортымды кесіп, екі торттың бірдей дәмін татып көрдім. Мә достар, дәмі бірінен бір өтеді ғой, өте керемет, жұмсақ әрі дәмді. Егер де сіздер Алматы қаласында тұратын болсаңыздар, міндетті түрде алып дәмін көруге кеңес беремін.